Араб әмірліктерінде 4 жыл бойы жұмыс жасаған бір жігіт осы жылдардың ішінде қомақты ақша жинап алған соң үйленуді ойға алады. Ол жігіттің әкесі өте діндар кісі болған екен. Жігіт жинаған ақшасын әкесіне жібергеннен кейін үйленсем деген ойын білдіреді. Жұмыс деп 30-ға келгенін білмей қалғанын, енді үйленіп шаңырақ көтермесе болмайтындығын айтыпты. Әкесі де қолдау білдіріп, ұлына өзі қалыңдық тауып беретіндігін айтады. Жігіт те келіседі. Әкесінің талғамына сенім артқан жігіт, әкем кімді ал десе де соны аламын деп өзіне сөз береді. Содан әкесі ұлына қалыңдық іздеуге кіріседі. Әкесі болашақ келіннің діндар болғанын қалайды. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үйленерде жарыңның діндарлығына көңіл бөл деген сөзін ол өте жақсы білетін. Сонымен түрі қандай болса да діндар қызды таңдауға тоқтап, ұлы үшін өзі танитын бір отбасының қызын айттырады. Болашақ қалыңдықтың түр әлпеті сүйсінерлік емес еді. Дегенмен діндарлығына қызыққан жігіттің әкесі ұлына сол қызды лайық көріпті. Жігіт шетелдегі жұмысын аяқтап елге оралады. Оралысымен үйлену тақырыбы қозғалып, әкесі оған қалыңдық таңдап қойғанын, тіпті айттырып та үлгергенін білдіреді. Сөйтіп жігіт ол қалыңдықты үйіне әкеледі. Үйіне әкеліп бетін ашады. Сөйтсе қыздың түр әлпеті жігіттің ойлағанындай болмай шығады. Тіпті ұсқынсыздау көрінеді. Іштей киіп, әкемнің маған лайық көрген қалыңдығы осы ме еді деп ренжиді. Көңіл күйі түседі. Сонша жыл жүргенде алайын деп отырған жарым осы ма деп өз-өзін жегідей жейді. Алайда амал жоқ, әкесіне берген уәдесі бар. Сол уәдесінде тұруы тиіс. Әкесінің сөзін жерге тастағысы келмеді. Сонымен ата-ана батасын алып, неке қиылып, екеуі ерлі-зайыпты болады. Алайда жігіт құлықсыз. Бірінші күн-ақ теріс қарап жатып алады. Қыздың түрі көріксіздеу болса да, ақылы айналадағы ешбір қыздан кем түспейтін. Содан қыз жігітінің оған деген құлықсыз екенін ұғынып, онымен үйленудегі негізгі мақсатын түсіндірмекші болады. Сөйтіп теріс қарап ұйықтап жатқан күйеуін түртіп оятпақшы болады. Алайда күйеуі оянбай қатты ұйықтап жатады. Қыз былай қозғаса да, олай қозғаса да жігіттің тұратын емес. Болмағаннан кейін бетіне су бүркейді. Жігіт оянады. Қыз оны оятып, әңгімелескісі келетінін құлақ түріп тыңдауын өтінеді. Жігіт ыңғайланып отырып тыңдайды. Білемін, көңіл күйің жоқ. Білемін, көріксізбін. Бірақ білесіз бе? Менің негізгі тұрмысқа шығудағы мақсатым пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның мына бір сөзін іс жүзінде жүзеге асыру еді. Түнгі құлшылық үшін өзі ұйқысынан оянып, және де жарында оятқан, оянбаса бетіне су бүркіп оятқан кісіні Алла рахымына бөлесін. Алланың мейірімі ол екеуіне жаусын деген екен. Мен осы хадиске іс жүзінде амал еткім келуші еді. Күйеуім болса, күйеуімді түнгі намазға оятсам, егер ұйқысын қимай оянбай жатса, бетіне су бүркіп оятсам деп армандаушы едім. Аллаға ант етейін, осы мүмкіншілікті маған сыйлағаның үшін сізге қарыздармын. Өйткені көріксіз болғаным үшін осы хадисте айтылған көріністі көрмей кететін шығармын деп ойлаушы едім. Сізден өтінерім, аталмыш хадисті толығымен жүзеге асыру үшін дәл қазір төсектен тұрып, дәрет алып, менімен бірге намаз оқисыз ба? Сіз имам болыңыз, мен сізге ұйыйын. Екеуміз бірге тахаджудты оқилық дейді қыз. Жігіт жаңа үйленген жарының өтінішін кері қайтармай, төсегінен тұрып, дәретін алып имамдыққа шығады. Әйелі оған ұйыды. Екеуі тахаджудты қосылып оқыды. Тахаджудты оқып аяқтағаннан кейін жігіт айтады: Валлахи, Құдайға ант етейін, тахаджуд намазын аяқтаған соң, артымда маған ілесіп екі жаққа сәлем беріп, намазын аяқтап жатқан әйеліме қарағанымда, одан сұлу әйел жоқ сияқты көрінді. Оған деген бейне бір махаббат туындады.
жүрегім қатты соғып, құдды әлемде теңдесі жоқ ару отырғандай көрінді маған. Демек, бауырлар, нағыз махаббат сұлулықта емес екен. Нағыз махаббат Құдайдың жүрекке салған махаббаты екен. Егер Құдай жүрекке махаббат салса, ең ұсқынсыз деген қыздың өзі сіз үшін әлемдегі ең сұлу қыздай көрінеді екен.